Самұрық-қазына отандық тауар өндірушілерді қолдау мақсатында оффтейк келісімдер жасаудың жаңа механизмін құрастырып іске қосты. 2018-2019 жылдары компаниялар тобы жалпы көлемі 9 миллиард теңгеден астам сомаға оффтейк келісімдерге қол қойған. Қолдаудың өзге шаралары жайында толығырақ келесі сюжетте. Самұрық-қазына қоры соңғы 2 жылда отандық кәсіпорындарды қолдау шараларының түрлі тәсілдерін енгізді. Қазақстан бүкіл әлемдік сауда ұйымына кіргелі отандық тауар өндірушілерге арналған бірқатар жеңілдіктерді қысқартуға мәжбүр болған еді. Сондықтан бүгінде бұл жұмыс шынымен де қажет. Нәтижесінде отандық тауар өндірушілерге сатып алу процесінде артықшылық беретін бірқатар шаралар тізімі құрастырылды. Ежегодно мы анализируем. Жыл сайын біз импорттайтын тауарларымызға сараптама жасаймыз. Және отандық тауар өндірушілерге осы өнімдерді игеруді ұсынамыз. Өзіміздің өткен жылдардағы көлеммен таныстырып, алдағы уақыттағы ауқымды көрсетеміз. Біз отандық кәсіпкерлерге ұсыныс жасай отырып, оларды ұзақ жылдық келісімшартпен қамтамасыз етеміз. Мысал үшін 250 миллион теңгеден астам сомаға самұрық еншісіндегі кез келген компанияның құрылыс жөндеу жұмыстарын жүргізетін бас мердігер қордың тауар өндірушілер реестрінде тіркелген қазақстандық кәсіпорындардың өнімдерін сатып алуға міндетті. Өзге шаралар қатарында тапсырыс беруші тауарларды алғашқы сатып алуды тек отандық компаниялар арасында ғана өткізеді. Сондай-ақ төлем мерзімі 20 жұмыс күніне дейін қысқартылды. Бұдан басқа қолдау шаралары жайында толығырақ компанияның сайтында танысуға болады. Бүгінде машина құрастыру және жеңіл өнеркәсіп өнімдерін жеткізуге сұраныс жоғары. Недавно мы по поручению правительства. Жақында біз үкімет тапсырмасы бойынша жаңа өзен қаласына бардық. Сол кезде тіпті шағын және орта бизнес қолдау шаралары жайында білмейтінін анықтадық. Бұл аймақтың шалғай орналасқанына байланысты шығар. Немесе олар уақыттарын өндіріске ғана жұмсайды. Жерлерде ақпараттық вакуум орын алған. Қордың реестрінде бүгінде 500 кәсіпорын ғана тіркелді. Ал Қазақстанда олардың саны 2000-ға жуық. Демек, тізім тек 25-30%-ға ғана толған. Самұрық-қазына отандық кәсіпкерлерді импорт алмастыру бағдарламасына белсенді қатысуға шақырады. Алмас Мұсабеков, Айбол Садуов, Атамекен бизнес арнасы.